25 қазан күні қайғылы оқиға болғанын естіп, кешкі уақытта Аягөз қаласына келіп, отбасына барып, Бауыржанмен, Араймен танысып, көңіл айттық. 4 бала қаза тапты. 4 бала, 4 періште ол дүниеге аттанды. Бұл жерде біреуді кінәлауға да болмайды, ата-ананы да кінәлауға болмайды. Таңертеңнен кішкентай балапандардың басына барып, туған бағыштадық. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Ана ретінде, халық депутаты ретінде келіп, отбасына, осы Аягөз қаласының тұрғындарына, қазақстандықтарыма, өзімнің атымнан, тағы да жанашыр депутаттар атынан, Ринат Зайытовтың атынан, біздің мәжіліс спикері Ерлан Жақанұлы Қошановтың атынан, Аймағамбетов Асхат Қанатұлының атынан, Қазақстан Халық партиясының атынан, барлық қазақстандықтардың атынан көңіл айтам. 4 бала өмірінде ешқандай қызық көрмей кетті.